Сәлем достар, бүгін лаваштан жасалған бөректі үйретемін. Ол үшін бізге лаваш, тауық еті, бір қызанақ және қияр қажет етеді. Осылай тауық етін видеодағыдай 4 бұрышты қылып, кішкентай қылып турап аламыз. Дәл осылай қылып, 4 бұрышты қылып, кішкентай қылып, қызанағымызды да турап аламыз. Қиярымызды да 4 бұрышты қылып турап аламыз. Бәрі кішкентай болу керек. Одан кейін қызып тұрған майға тауық етімізді салып, дәміңізге қарай қара бұрыш және тұз, паприка қоссаңыздар болады. Әбден қызартып қуырып аламыз тауық етімізді. Тауық етімізді қуырып болғаннан кейін начинкаларымызды бәрін бірге қосатын боламыз. Біріктіреміз, одан кейін осылай лавашты бөлшектерге бөліп аламыз. Бөліп болғаннан кейін начинкаларын саламыз. Начинкаларын салып, ораймыз. Мұқият болып ораңыздар, себебі жыртылып кетуі мүмкін. Одан кейін кесеге осылай су құйып қойып, ұшын суға батырып, жабыстыратын боламыз. Осылай бөрегімізді дайындап алып, қызып тұрған майға бөрегімізді екі жағын пісіріп аламыз. Сарғыш қып пісіресіздер. Екі жағын 5-10 минут ұстасаңыздар болады. Осымен бөрегіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.